Деректерді ұсыну және логика студенттерге арналған қысқаша нұсқаулық. Деректерді қалай тиімді ұсыну керектігін білгіңіз келе ме? Логикалық ойлау дағдыларыңызды жетілдіруге дайынсыз ба? Бұл видео сізге арналған. Деректерді дұрыс ұсыну кез келген зерттеудің немесе жобаның маңызды бөлігі. Ол ақпаратты түсінікті және қолжетімді етеді. Көрсеткіштерді, диаграммаларды және кестелерді пайдалану арқылы деректерді визуалды түрде ұсынуға болады. Деректерді ұсыну кезінде мақсатты аудиторияңызды ескеру маңызды. Оларға қандай ақпарат қажет? Олар оны қалай жақсы түсінеді? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз деректерді тиімді ұсына аласыз. Логикалық ойлау мәселелерді шешу және шешім қабылдау үшін маңызды дағды. Ол дәлелдерді талдауға және қорытынды жасауға көмектеседі. Логикалық ойлау арқылы сіз деректерді дұрыс түсініп, олардан маңызды ақпаратты ала аласыз. Логикалық ойлауды дамыту үшін жаттығулар жасауға болады. Мысалы, логикалық есептерді шешу, дедуктивті және индуктивті ойлауды қолдану. Бұл сіздің ойлау қабілетіңізді жақсартады және деректерді талдауға көмектеседі. Деректерді ұсыну және логикалық ойлау дағдыларыңызды жетілдіруге дайынсыз ба? Онда біздің арнаға жазылыңыз, осы видеоға лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Төмендегі сілтеме арқылы қосымша материалдарды жүктеп алыңыз және өз біліміңізді тереңдетіңіз.